Лудоманның портреті қандай? Лудоман кім жалпы? Кез келген ғылым саласында әлеуметтану болсын, криминалистика болсын, өзінің зерттеу объектілерінің сипаттамасын, параметрлерін береді. Ал жалпы лудоманның қазақстандық ойыншы, құмар ойынға тәуелді адам, ол кім? Жасы қандай, білімі қандай деген сұрақтарға зерттеу қалай жауап береді? Біріншіден, жалпы лудомандарға көп жиі ұшырайтын ол жастар деп біз жоғарыдағы видеоларда да атап өткен болатынбыз. Жастардың ішінен ол көбінесе ер азаматтар, 25-30 жасындағы, тұрақты табысы бар, жоғарғы білімі бар, бірақ та отбасымен немесе қоғамның өзге де мүшелерімен қандай да бір әлеуметтену бойынша мәселесі туындаған жастар деген сипаттама беріліп жүр. Бірақ та бұл сипаттама әмбебап емес. Әлбетте бұмен лудоманияны емдейтін психологтар да келіспеуі мүмкін. Лудоманияны емдейтін психологтардың ең жиі айтатыны, лудоманияға, құмар ойынға кім барады? Отбасынан қолдау таппаған, өзіндік бағасы төмен, бос уақыты көп, өмірлік мақсаттары мен жоспары анықталмаған, қысқа уақытта тез мерзімде қаражат табуға ұмтылатын, қандай да бір қаржылық қиындыққа тап болған адамдар құмар ойындарының потенциалды клиенттері деген сұраққа жауап береді. Яғни лудоманның нақты портретін айту қиын. Неліктен? Себебі Монакодағы, Еуропадағы ең көп казино орналасқан мемлекеттегі лудомания бар ма? Немесе барлық казино ойнағандарды, бәс тіккен адамдарды лудоман деп айта аламыз ба? Жоқ, лудоман деген сөз ол жалпы өзінің құмарлық ойын ойнағанда тәуелділікке ұшыраған, аптасына бірнеше сағат, күніне бірнеше уақыт бойы осы ойынға жұмсайтын адамдарды біз лудоман дейміз. Яғни кез келген бір мәрте, екі мәрте, қандай да бір онлайн ойындарды, құмар ойындарды ойнап көрген адамдардың барлығына біз лудоман деген атты танып қоя алмаймыз. Лудомандардың жалпы жастарына келетін болса, Қазақстанның өңірінің мына облыстарында көбірек, Батыс Қазақстанда көбірек, Шығыс Қазақстанда азырақ деген бізде географиялық әлеуметтік сараптамада жоқ, өкінішке қарай. Бірақ та біздің зерттеулер көрсеткендей, лудоманиямен емдейтін қазақстандық мекемелер жарты жыл көлемінде бұл дерттен толықтай айығуға сізге кепілдік береді. 70% кепілдік, бірақ та 70% бен шыққанның өзінде 50% адамдар екінші мәртен құмар ойынға қайта барып, бастарына таяқ тиіп, екінші, үшінші, төртінші, бесінші мәрте қайта оралады деген деректер де бар.